Бауырсақ ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: кемпірім, қамбаның түбін қақсаншы, елеуішпен елеші, қарыны ашқан шалына бауырсақ пісіріп берсеңші депті. Кемпірі қалақшаға қолға алыпты, қамбаның түбін қағыпты, елеуішпен елепті, табақшаға салыпты. Екі уыс ұн болыпты, қаймаққа ұнды илепті, дөңгелетіп алыпты, ыстықтай майға салыпты. Бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суға жатыпты, жатып алып ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойға нақ бекірді. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп жетіп барды сенекке. Сенектен сыртқа бетеді, ауылға шығып кетеді. Ауылға шығып болған соң домалап соқпақ жолмен ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса, бауырсақ қарсы алдыңнан тап келеді, ұзын құлақ қоянақ. Сонда қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін депті. Бауырсақ оған былай дейді: жей көрмеші мені қояным, ән айтып берем тыңдағың дейді. Жарайды ендеше, айта ғой қоян дейді. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін тырнаған, елеуішпен иленген, қаймақпенен иленген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалады да, аңқау қоян аңырап тұрып қалды. Бауырсақ зыр домалап жөнеледі де, зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұры қасқыр кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді қасқыр. Сұры қасқыр, мені жемеші, ән салып берем тыңдашы деп бауырсақ әнде де жөнеледі. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін тырнағын, елеуішпен иленген, қаймақпен де иленген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым. Қасқыр, сенен де сытылу қиын емес бұл маған. Бауырсақ ары қарай домалады да, аңырап сұры қасқыр жолда қалды. Домалап бауырсақ тағы да жөнеледі. Алдынан аю кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін дейді аю. Жей көрмеші аю, атайым тыңдашы, мен саған ән айтып беремін деп бауырсақ әнін бастайды. Менің атым бауырсақ, қызарып пістің көңілім шат, қамбаның түбін тырнағын, елеуішпен илеген, қаймақпенен иленген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аяу, сенен құтылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалады да, аңырап аю маймақ жолда қалады. Бауырсақ домалап келе жатты да, осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, қу түлкі жылмаң етіп келе қапты. Бауырсақ, домалап қайда бара жатсың депті. Сонда түлкі: жол жүріп бара жатырмын депті бауырсақ. Бауырсақ, мен сені жеп қоям депті түлкі. Жемеші түлкі, ән салып берем мен саған депті бауырсақ. Бауырсақ сонда: менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін тырнағын, елеуішпен иленген, күйдірмей майға пісірген. Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан сытылдым, түлкіден де құтылу қиын емес бұл маған. Әнің жақсақ, бауырсақ, нашар еді бұл құлақ. Тұмсығыма шығып ап, ән айтып берші қайталап, дауыстап бір қаттырақ депті. Сонда қу түлкі мақтағанға мәз болды. Тұмсығынды бауырсақ
солай ән салады. Сонда түлкі: «Тамаша екен үнің де, бір айтып берші тыңдайын отырып алып тіліме», депті. Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді. Ойланбастан тіліне секірді. «Ап» дегенде бауырсақ қу түлкінің аузына әп-сәтте күтірледі. «Мақтаншақтық жақсы емес, ей балалар», деген оймен бітірді ертегіні. Кездескенше балалар. Достар, менің каналым ұнаса, лайк басып, подписать бөліміне тіркелсеңіздер болады.